Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақ отпускнойды есептеуге арналады, яғни ақылы еңбек демалысы әсіресе мұғалімдерге. Мысал келтірейік, бір мұғалім 16 сағаты бар, лауазымдық өтілі 1 жыл еңбек өтілімен шамамен 148 мың теңге оклад есептеледі оған. Педагог санаты үшін окладтан тағы да 30% есептеледі, шамамен 44.400. Және де магистр дәрежесі үшін 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 2026 жылы бір МРП 4325 болса, онға көбейтсек 43250 теңге. Дәптер тексерген үшін негізі шамамен 15 мың теңгені алайық. Негізі тіл үйрететін пәндер мен математика сияқты пәндер үшін 14 мен 16 мың арасында, география мен тарих сияқты пәндерге 7 мың мен 8 мың теңге арасында біз орта есеппен 15 мың теңгені алайық. Және де экологиялық төлем бар деп есептейік, 20% окладтан, яғни экологиялық аймақ деп. Біз енді окладымыз жаңа 16 сағаттыңыз 148 мың, оған 30% педагог санаты үшін қосылды, шамамен 44.400, сонда бізде жобамен оклад 192.400 теңге. Содан экологиялық төлем есептелетін болады 38.480 теңге. Енді жалпы соманы алайық. Бізде окладымыз 192.400 теңге болды 16 сағат. Оған 43.250 теңге қосылды. Яғни магистр дәрежесі үшін 10 МРП, 15 мың теңге дәптер тексерген үшін, және де 38.480 теңге экологиялық төлемінен есептелді 20%, сонда барлығы 289.130 теңге. Енді қолға тиетін еңбек ақыны есептейік бір айлық күн. Еңбек ақыдан ұсталынатын салықтар бізде жалпы еңбек ақыдан 38.480 теңге, яғни экологиялық төлемді алып тастаймыз. 250.650 теңге шығады, оның 10%-ы 25.065 теңге. Зейнетақы жарнасы ұсталынады. Медициналық жарна жалпы еңбек ақының 2%-ы 5.783 теңге. Жеке табыс салығы жалпы еңбек ақыдан 38.480 теңгені аламыз, яғни жаңа экологиялық төлем. Және де 25.065 теңге зейнетақы жарнасы, 5.783 теңге медициналық жарна, және де 30 айлық есептік көрсеткішіміз 129.750 теңге, барын алып тастақ 90.052 теңге қалады, оның 10%-ы 9.005 теңге. Енді қолға таза тиетін еңбек ақы бізде жалпы еңбек ақымыз 289.130 теңге, одан 25.065 теңге зейнетақы жарнасын аламыз, 5.783 теңге медициналық жарна, және де жеке табыс салығы 9.005 теңге. Сонда қолға тиетіміз жобамен 249.277 теңге. Енді еңбек демалысын есептейік. Естеріңізде болсын, еңбек демалысы мен леч пособие дейді, яғни сауықтыру ақысынан міндетті түрде жаңағы міндетті зейнетақы жарналары, медициналық жарна және жеке табыс салығы ұсталынатын болады. Мен жаңағы нені көрсетіп жатқан жоқпын. Кейбір мектептерде мұғалімдер профсоюз деп жатады. Енді ол профсоюзда кіру-кірмеу әр мұғалім өзінің еркісінде, сондықтан мен профсоюзды қосып есептеп жатқан жоқпын. Жобамен енді еңбек демалысына шыққандағы орташа бір күндік табысымызды есептейміз. Бізде 289.130 теңге айлықпен егер 9 ай істейтін болса, 1 жыл стажымен ешқандай да больничныйға шыққан жоқ, немесе ақысыз демалыс дейді ғой, яғни без содержания ондайға шыққан жоқ деп есептейік. Сонда 289.130 теңге 9 ай бойы алып келді. Сонда 21.5 деп аламыз орташа жұмыс күнін. Сонда біздің еңбек демалысына шыққанда әркімге 13.448 теңге есептеледі. Енді экологиялық төлемді есептеген үшін экологиялық аймақтарда 56 күннен бөлек мұғалімдерге тағы 7 күн қосып береді. Сонда барлығы 63 күн еңбек демалыс беріледі. 63 күнде шамамен 5 күндік жұмыс аптасымен есептейтін болса 45 жұмыс күні бар, иә. Жаңа 13.448 теңгені 45 күнге есептейміз жұмыс күні, сонда 605.160 теңге шықты бізде. Енді одан міндетті зейнетақы жарнасын алып тастаймыз. 52.462 теңгені міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны аламыз, 12.103, және де жеке табыс салығын алып тастаймыз, 33.030 теңге.
Мына жердегі 880.540 дегеніміз бұл экологиялық төлем. Сонда қолға тиетін еңбек демалысы бізде үшеуін алып тастайтын болсақ 507.565 теңге шықты. Сауықтыру ақысын есептейміз. Сауықтыру ақысы 1 оклад деп есептейтін болса, егер сауықтыру ақысына 1 оклад төленетін болса, қолға тиетін окладты есептейміз. Міндетті зейнетақы жарнасын алып тастаймыз. 19.240 1 окладтан, яғни 192.400 теңгеден. Және де медициналық жарнаны аламыз 3.848 теңге, және де жеке табыс салығы 3.956 теңге. Сонда барлығы 165.356 теңге болды таза қолға тиетін сауықтыру ақысы. Толық сумманы есептейтін болсақ, бізде бір отпускнойымыз 507.565 теңге, оған сауықтыру ақысын төлейміз 165.356 теңге. Сонда барлығы 672.921 теңге шықты. Енді келесі мысал, қандай мысал келтірейік, комментарийге қалдырып кетіңіздер. Стаждарыңызды, жаңағыдай қандай санаттарыңыз бар, соның барлығын жазып кетіңіздер. Соның барлығын есептейтін боламыз. Негізі менің есептеуім таза сумма шықпауы мүмкін, мен жобамен есептеп бердім.